Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Аружан Қанатбек. YouTube көрермендерінің тыңдармандары. Барлықтарыңыздың құрметті YouTube арнамыздың көрермендері. Барлықтарыңызға сәлем. Құрметті YouTube арнамыздың көрермендері. Сіздермен бірге Аружан Қанатбек және Аружан Қонақбаева. Бүгінгі біздің көтеретін тақырыбымыз, бізге қызықты тақырып, ол дәстүр фильмде көтерілетін мәселелер. Сен көрдің бе? Да. Про домашнее насилие. Иә, ол қазіргі таңда қаншалықты саған фильм ұнады? Мысалға сол туралы айтайық. Саған қаншалықты фильм ұнады? Қаншалықты ол сенің ойыңша сол мәселені көтерді? Негізі 9-дан 10 беретінмін, өйткені Ondan sonrası Давай, қайтадан сұрайын ба? Да. Саған қаншалықты фильм ұнады, қаншалықты ол мәселелерді көтерді деп ойлайсың? Мен бұл фильмға негізі 10-нан 9 бередім, өйткені ожидания у меня были большие на этот фильм. Өйткені оған көп дәстүр подкаст, если қарайтын болсаңыздар, тоже қорқынышты историялар айтатын. Вот. И на самом деле кинода прям вау болатын ештеңе болған жоқ деп айтайын. Саған қалай болды? Маған, мен көп айтып жатқан адамдардың мүмкін ойымен келісетін едім. Фильмнің өзінде көптеген мәселелер көтерілді, әртүрлі жақтан көрсетілді деп айта алмаймын, бірақ та көтерілген мәселелер көбірек ашылу мүмкіндігі бар еді. Ең басты негізінде фильмға барған себебім ол Потому что зорлық-зомбылық, отбасы ішіндегі зорлық-зомбылық болып шықты емес. Ең басты мәселе, мен ол фильмға барғаным ол отбасы ішіндегі зорлық-зомбылық туралы мәселені көтереміз деген обещание. Көтереміз деген ең басты бұл фильмға барған себебім отбасы ішіндегі зорлық-зомбылықты көтеретін мәселе деп ойлағам. Бірақ та ол қаншалықты қатты ашылғанына сенімсізбін. Себебі отбасы ішіндегі зорлық туралы ештеңе болмады деп айтса да болады. Себебі болды, қызды зорлады, бірақ ол отбасы ішіндегі зорлық туралы айтылған жоқ. Ол зорлағаннан кейін ғана олар отбасы болды. Негізі, по идее, почему морально, мне кажется, зорлады, потому что жаңағы ата-анасы оны күйеуге беремін деп шешті, өйткені барлығынан ұят болды, и қыздандай, морально оны көтере алмады. Басып тастады, біз қызын былай қарап тұрсақ, сатып жіберді деді, да? Иә. Сатқанда шынымен де сатты, ақша алып келді, ол келісті сатуға. Оны басқаша айтуға болмайды. Фильм қаншалықты қызық болды саған негізінде? Мен, по идее, осы фильмға хоррорға бардым, өйткені ол жерде өте қорқынышты фильм болады деді. Сол үшін ғана бардым, а не домашний насилие. Ал қаншалықты қорқынышты болды сізге? 10-нан 5. 10-нан 5. Самый қорқынышты момент, это, наверное, ең соңындағы моменттер. Өлген жағымен. Вот соны вообще күтпеген жерден болды. Өйткені мен ойладым, мамасы естезе бастады ғой, мен ойладым, может, уже андай жынданған адамдар андай не істейді ғой, неше түрлі иіс сезіп, неше түрлі болады деп. Бірақ соңында, оказывается, неде өліп қалған екен қыз еще. Асылған кезде өліп қалған. Мен оны түсінген негізінде. Мен вообще оны даже ойымда болған жоқ. Ананы көрген кезде потолок. Маған түсірген ұнады, жағын қозғалтып отырып өзі сөйлеп жатқаны, ол қорқынышты болды. Сол аты кім еді? Басты ер адам кейіпкері. Күйеуін ойнаған ба? Күйеуін ойнаған. Болат жағымен сөйледі ғой, мамасын бүйтіп ұстап сөйледі, өліктермен сөйлеп отқан кезінде өзі дауысын бүйтіп қыз шығып десін. Фильмда бар ғой,
ыдышып жатыр ғой типа келін жаман кім жаман келін жаман деген иә мен ойлағанмын шынымен де қыз шығар деп ойлағанмын үйде апа түсінде көрір ме екен десем кәдімгідей өзі бүйтіп тұрған еще таңертең тамақ пісіріп типа әйелім пісірді она сейчас типа спит ауырып жатыр. Тот момент, когда он ночью, у них что-то веселое было. Өліп қалған адам мен. басқаша айтамыз ғой деп ол моментті Это натуре капец. өлі денені зорлаған кез ма әкесі соны шынымен де махаббат болып жатыр деп ойлағаны қиын болды шынымен. Негізі әкесі дұрыс істеу керек еді, когда армияға жүремін деген кезде. Армия қаншалықты оны өзгертеді деп ойлайсың? Шынымен де қаншалықты шынымен де ер адамдарды осындай зорлыққа дейін келе алатын ер адамдарды шын мәнінде армия қазақша қалай? Әскер қаншалықты соншалықты зорлыққа, соншалықты қатыгездікке келе алатын адамдарды қаншалықты басынан тоқта. Қаншалықты әскер зорлық зомбылыққа келе алатын адамдарды өзгерте алады деп ойлайсың? Негізінде армияда айтады ғой. Негізінде әскерде айтады ғой, типа вот ер қыламыз, там негізінде анда вот менің досым болып келді. Часто айтатын нәрсе ол ұрады и ақша постоянно сұрайды. Сосын звондап ақшасын деп сұрайды. Сосын соларға ақша қойып береді, андай. Короче. Оншалықты не емес деп ойлайсың ба? Мен білмеймін қаншалықты шын мәнінде ондай мүмкін. Өңкей шын мәнінде әскерде тек ер адамдар жүреді ғой. Мүмкін үлкендерге деген оянатын шығар махаббаттары, үлкен кісіне деген уважение. Сыйлау мүмкін үлкен кісілерге, басқа адамдармен өзің сияқты мысалға денелі адамдар болса, сенен күші көбірек, сенен күші азырақ адамдар болатын шығар. Мүмкін соларға қарап сенде бір қыздарды зорлауға болмайды деген сияқты ойға келетін шығарсың, білмеймін. Анда неше түрлі жағдайлар болып отыр ғой, мысалға зорлық зомбылық армияның ішінде, әскердің ішінде. Өзінің ішінде. Ол мен алдыңғы жылдары естіген көп жаңалықтар болды. Балалар, ата-анасы баласын армияға жібереді, и уже мейіті келеді баласының өліп қалған. Сондай көп жаңалықтар болды. Ол өте ішінде зорлаған, если астарлы хаттан көрінеді. Ол шын мәнінде тоже зорлық зомбылық. Негізінде бұл ер адамдардың ішінде де зорлық зомбылық әйел адамдарға тиеді. Себебі егер көп мағына негізінде көбінесе зорлық неден пайда болады? Адам өзін күштірек сезінеді, өзін құдай деп сезінеді, менің күшім жетеді, мен оған барамын деген сияқты. Және де ол жазаға тартылмайтын болса, егер де көз жұмып қараса, ешкім оған тиіспесе, ешкім оны тоқтатпаса, сол бағанағы дәстүрдегі мысалға болады, мүмкін тоқтармайды. Полиция, өкімет, ата-анасы, жандағы туыстары, танысы, досы бүкіл шуатқан көріп, балаларға тиісіп жатқан көріп, оны тоқтатпағаны мүмкін ең басты не шығар. Оның әкесі үлкен не істеп отырды. Мне кажется, ол жерде кінәсі анасынан, өйткені баласын қорғаштап отырды қайта-қайта. Осы да мен көтерілген, маған есіме түскені, бұл шын мәнінде біртүрлі, шын мәнінде қалай айтсам болады, әйел адамды ең кінәлі қылып осы фильмді көрсеткен сияқты. Типа анасы ғана кінәлі сияқты. Себебі әкесі бір бәлеге әкелейін десе, тек анасы ғана типа оны жасамай қой, сен бір балаң ғой деген сияқты неге әкеледі да. Сондықтан кішкене бір әйелге деген сол әйел ғана кінәлі сияқты шығарған сияқты, осындай бір көзқарас пайда болды соның кесірінен. Шын мәнінде солай болды. И андай богатый әйелдер болады ғой, типа богатый, там чаш как раз бояйтын, типа кішкене орыстанып кеткен емес, өз ұлтынан шек болып кеткен. Біз айтады ғой, ер адамды тоқшылық құртады деп, и ол дұрыс айтылған. Өйткені енді ода бар. Анасы оның сөзін сөйлеп тұр, әкесіне жол бермей тұр ана жерде. Өзінің тәрбиесін көрсетуге, ұрсайын десе, аузына қақпақ болып тұрып қалады. Өзі де ұрысты негізінде. Сен көрдің бе, есіңде ме, басында шегіп жатқан кезінде әкесі деп сабап кеткен.
мамасы жоқ та ма? Иә, просто Мамасы келді, жоқ та. бірақ оны сабағаннан ештеңе болмайтын сияқты. Ол түсінбейтін сияқты. Кішкентай кезінден бүйтіп мені сыйлауың керек, мен сені сыйлаймын, сен мені сыйла деп жасамасаң, Уже құтырып бала, өскен. иә. Оның досы да бір түрлі кісі. Бір маған ұнамағаны үкіметтік арасындағы нашақорлық дей ма? Әкім, тек әкім кінәлі болғаны, тек ол ғана ақша алады, тек ол ғана жаман кісі, басқа адамдар өзінің полицейскийдан несін тартып алып кетті. Содан кейін Өйткені ол әкесімен, болатын әкесімен әкім бір неде ойнады, өйткені жаңағы малын сатып беріп отыр. Даже көрсеткен сценалар бар емес пе, түнде малын қырып кеткен кім, әкім емес пе? Вот. Мен ойлаған негізінде мүмкін сондай политикаға, политика қалай? Политический тема көтеретін шығар деп ойлаған негізінде сол әкім туралы айта бастаған кезде. Бірақ та ол тек сол әкімнің ғана арасында қалған сияқты. Көтергісі келді, мүмкін андай зрительдер, көрермендерге бір жақсы келді ма, ұнағысы келді ма, сондай политикалық хотя бір кішкене тұрып кетейік деген сияқты болған сияқты. Түсінбедім соны. Әкімді жамандаған жер. Иә, тек әкімді ғана жамандады. Басқалар білмейді, тек әкім ғана біледі деген сияқты. Но Ирина Каратина ол постоянно как келіспейді. Мысалға, 5К. Не туралы? Ирина Каратина вообще это группа, жаңағы ішіндегі кім? Алдияр. Алдияр осы фильмнің режиссері, да? И даже олардың столға отырғашы. Даже мне кажется, это өтірік. Что-то слишком часто. Давай. Вот Алдияр тоже өздерінің клиптарында Ирина Каратина топтарының 5К өлеңінде там Назарбаевтың бізде бірдеңе болып жатқанда салют атқаны, и ну короче олар қайта тисе береді да. Мне кажется, они тоже былай. Мен ойлаған, олардың клиптарын негізінде продюсерлары болады ғой, дутта түскен, сол кісі жасайды деп ойлаған. Ал Алдияр, білмеймін, ол шынымен де политический темаға тиді, қатысып кетті. Негізінде де ол шынымен де сол сен тағы не айтасың? Соны ойланып тұр. Сейчас аккуратно надо пройти на звук Цумбрлық. Насилие женщины. Ну, фильмде айтылады ғой. Сондықтан да болатын сияқты. Политикаға тиспей ақ қояйықшы, ертең соттап кететін жағдай. Журналист по политикаға түспесе кім тиіседі? Ұялан. Көрдің бе сен оны? Да, насилие ол жерде ешкім тұрған жоқ қой? Жоқ. Айта бер. Жаңа психолог қыз ба? Типа, я против насилия деп шыққан. Жоқ, саясат. Политика саясат. Тоқта, неге қайта? Мен жартысын орысша айтып жатырмын ғой. Ну, не знаю, мен в принципе көп орысша сөйлеймін ғой, сондықтан қазақша айтайын деп ойлағам, кішкене опыт болсын деген сияқты. Немножко только. На донышке. Ну, 5К туралы айтадық қой. Ирина Каратина режиссердің ойы сол саясатқа қатысты. Менің ойымша ол тек былай үкімет жағынан қысым болмау үшін олар тым қатты кеткен жоқ. Бір жағынан қазіргі уақытта мүмкін ол шынымен де ешқалай критикация етпеспен. Айтпай қойшы бұл теманы. Мен білмеймін не айтатын. Жоқ, неліктен это вообще неге олар, они же не считаются как біздің не сияқты? Шын мәнінде соны айтып тұрмын ғой. Бұл фильмде көп мәселе көтеріліп тұр. Көп, барлық мәселе. Әйелдер туралы, шынымен де дәстүр туралы, мүмкін триллер, қорқынышты
қорқыныштық мысалы жындар туралы иә соның бәрі қосылғанда и тағы да өкімет туралы айтып кетті там не қоса берген сияқты көп нәрсеге бір екі үш столға отыратын сияқты орындыққа отыра алмай не істеген сияқты бір теманы таңдаған дұрыс еді негізінде көбі интернетте де көбі тиктокта да көргенім бойынша адамдар көбінесе почему олар как бір Нет, оқпен көбінесе- қаншама қояндатып тұр. енді бір оқпен қанша қояндатқаныңмен көтергеніңмен оны до конца алып келген жоқсың деген сияқты болып тұр да мүмкін сол ұнамайтын шығар адамдарға бір жағынан мен сол туралы естідім сен не айтасың мен білемін қоя тұрыңдаршы естіп жатыр екен. Гүлназ шешінбеді. дәстүрлері дәстүр фильмде атақ қандай моменттер болды сен өзің дәстүрде мен бір байқағаным болады басқа балалардан ақша алады ақшаны тартып алады оқушылардан Это старшики. иә сен оған өміріңде кездесіп пе едің ғой мен осындаймен жоқ Менен ешкім ақша тартып алмайды. нет мүмкін мектебінде көрдің ба деген сияқты Енді біз ондай заманда тұрмаймыз ғой. Может, қазіргі таңда ондай бар шығар, бірақ мен оқыған мектепте біз енді 5-ші классқа келгенде енді ашылып жаттық, ешкім бір-бірін танымайды. Но мысалға, Қостанай бойынша андай ең сондай темалар бар мектеп, мне кажется, это 9-ші мектеп. И бәрі об этом говорят. Ол жақта типа район КСК-да отырады. Ол жақта неше түрлі болады деп. Нелер бар ма сол туралы Қыздар бір-бірімен төбелескені туралы бар. Ұлдар қысым көтергені, насилие болса сол жақта болады. Мен көп мектеп ауыстырдым. 5 мектепте ауыстырдым. Шын мәнінде кәдімгідей ұрыс-керіс байқаған жоқпын. Мүмкін біз шынымен де қыз болғандықтан оған қатты ондай туралы көп естімеген шығармыз. Мүмкін ұлдардың арасында ондай көбірек шығар. Біздің мектепте еще болған, мен ол кезде 7 оқып жүрдім. Бізден бір үлкен классқа бір қыз болатын. Бізде былай ғой, мектеп тұрады, и бізде андай пустой болды ғой, ең басында андай көп үйлер жаңа жаңа болды, и район бізде тап-таза болды андай. Үйлер көп емес, үйлердің былай арттарынан шықсаң үлкен поле болатын. Сонда бәріміз жаңа бір қыздың тәтесі болды. Клубқа жиналып алып, бір қызды ұрып қойған. Естідің бе ана бір қызды ұрып кеткенін, неде алдыңғы жылы ғой деймін, бірінші курста ма болған кезде мен естіген бір қызды 5-ші класстың қыздары ма, 15 жастағы қыздары ма, короче, бір қыздар екінші бір қызды ұрып кеткен. Интернетте видео шықты ғой ютубта. Недегі ма? Естімедің ба? Программада болған ба? 3 қыз жиналып бір қызды ұрып болған. Болды ғой деймін сол программада. Даже не знаю. Ол қыздар қатты төбелеседі. Мен оны тұрған. Білмеймін. Өмірімде қызбен төбелесіп, Құдай сақтасын. Құдай сақтасын. Шынымен де. Ол қызға жататын нәрсеміз ғой. Ол мектепте Мен тек қана Қытай әжем гүлназар дейді. Зорлық-зомбылық. Почему? Осы мектеп кезінен басталады ғой. Зорлық-зомбылық. Үйің кезден басталады. Мысалға сен үйден көріп өссең, сен тұрасың, сенің мысалға прям көзбен көресің, сен келіп мамаң ұрса, это уже сен уже жынданасың, сен ол жыныңды апарып, сен қадыршы, сен мектепке ғана барасың ғой. Мектептегі бір қызды бір ұрасың, одан қалды ұлға тиісесің. Сосын одан таяқ жеуі мүмкін, это мужская сила. Үйде ата-анаң қайта-қайта ұрсып, көз алдыңда жаңағы ұрып жатса екен, тоже уже ол психикаға байланысты, баланың психикасы. Вот сол кездерде, баяғы кездерде ондай ешқандай не болмағанда, түсінік болған жоқ, балалар отырмау керек екен. Енді қазір ғана келіп, әр бала өзінің правасын біледі. Менің інім дейді, менің ұруға болмайсың, сен маған телефон тартып алмайсың, ол менің меншігім деген сияқты айтады. Көбінесе. Ол жақсы ғой. Бірақ Білмеймін, мен ешкімге қысым көтере алмайтын болдым.
иә, мен өзім білмеймін қалай інілеріме үлгі болатынын түсінемін ғой, бірақ қаншалықты оларға воспитаниені қалай мен оларды тәрбиелеймін, себебі мені сөйтіп қатыгездікпен тәрбиеледі да. Егер сен бір бәле істесең, сен таяқ жейсің деген сияқты бар ғой. Мама бүйтіп қатты бүйтіп қарап отырады ғой. Қонаққа бүйтіп шешіп қатшы көзбен атып отырады. Сондаймен тәрбиеледі да. Ал мен інілеріме, сіңіліме ол қолданбаймын, мен оны қолданбаймын. Өзім түсінемін, жаман адам сияқты сезініп қаламын, ана бүйтіп итеріп қалсаң құлап қалатын балалар бар ғой, сол сияқты. Өзім жаман сезініп тұрамын, ал басқаша мен қалай тәрбиелейтінін білмеймін. Сол сияқты. Мүмкін болашақта біз көбірек білетін шығармыз бұл туралы. Білмеймін. Ну, менің чисто өзім ойым, если мен балам болса, яғни тәлпіштігін көрсетіп жатса, мысалға мен аяғым Мен білмеймін. өйткені, ну, сүйікті балаңды ұрамайтын сияқты. Мен өзім балам тусам ұрамайтын сияқты. сен мысалға магазинде кетіп баратсың, иә, балаң қоймай жерге жатып алып жылап жатыр. Сен не істейсің? Қой десең, қоймайды. Ол мүмкін кішкене қатыгездік болу керек шығар, типа сен мінезіңді білу керек ол. Армейский голос болады ғой, типа иттерді воспитывать етеді ғой. Балаға жетпейтін шығар. Бала типа, егер сен определенный интонациямен айтатын болсаң, мүмкін бала түсінетін шығар деген сияқты да. Бірақ ол қиын ғой, шын мәнінде баланы тәрбиелеу. Сол дәстүрдегі мүмкін ана баланы дұрыстап тәрбиелейтін шығар. Бірақ қалай тәрбиелеу? Соны мен түсінген жоқпын. Сол болат қалай сондай адам болып кеткен? Мен бүйтіп қалай өсуге болатынын түсінбедім. Жоқ, ол үйдің тәрбиесі. Кішкентай кезінен папасы мысалға айтса, жоқ, ол жаққа бармайды десе, мамасы барып сөйлесіп келеді, все, бара бересің сен ол жаққа. Жаңағы енді ол ондай үйден былай шыққан адам, тем более жалғыз ол, аяқ аспанын көтеріп өсірген, и ол мектепке барады да, неге жоқ? Маған бәрі болады, маған не все можно. Ешкім тыңдамайды. И вот сондай, и мектепте сондай болып кетеді, и, конечно, в взрослой жизни, и ол болашақта тоже. Мектепте күші бар. Әйел болатын болса, конечно, сен қалай ол менің айтқаным болмайды дейді. Әйелін тоже тыңдатады, ұрып болса да. Қазіргі таңда да көп случайлар, когда әйелдерін избивают. Но если честно, мне кажется, ондай уже көп емес, потому что қазір әр әйел біледі, уже әйелдерді, конечно, түсінікті манипуляция женщин. Мне кажется, көбінесе қазір аудармайды. Мүмкін шынымен де қазіргі уақытқа дейін зорлық азайған, шын мәнінде азайған деп ойлаймын. Себебі біз дамып келе жатырмыз, біз әйел адам ер адамға тең екенін общество, әйел адам ер адамға тең екенін түсініп келе жатыр адамдар, ер адамдар. Феминистка деп айтады ғой, вот ты феминистка? Иә. Ну қалай феминист болмайсың? Мысалы, нет, феминистік движение, ұйым, ол өте үлкен. Ол жақта әртүрлі феминистік адамдар бар, өзінің көзқарастары бар. Кейбіреулер мысалға патриархалдық нелерді қолдайтын кейбір адамдар бар. Патриархалдық емес, скорее равноправие болады ғой. Ер адам мен әйел адам тең екенінде не істейтін? Тең бірдей құқық алу керек екені туралы соған күресетін адамдар бар. Радикальный феминизм бар. Бұл феминистік қозғалыстың ішінде де басқа қозғалыстар бар. Бірақ ең бастысы, феминизмнің қозғалысының ең бастысы ол әйелдің құқығы, бостандығы және де әрқашанда өзін қауіпсіз арада сезінуі. Өзіне бір нәрсе қауіп екенін сезінбеу. Сен сонда сол ұйымдасында сен мысалға ертең саған күйеуің айтса, жоқ, Аружан, сен мынандай көйлекпен бармайсың, себебі маған мысалға бұл көйлектің ұзындығы ұнамайды десе, сен не айтасың?
мен үйленетіндігім туралы ер адамға үйленер емес мысалға ол сен ну мысалға иә солай алайық, мен мысалға мүмкін күйеуім болса мен мысалға келіспес едім, себебі мен өзім ашық киінбеймін, бірақ та егер де маған сен былай киінуің керек, сен мынандай түсте тұруың керек, сен мынандай киіммен жүруің керек дейтін болса, мен онымен келіспейтін едім. Ол тек мен келіспеймін. Басқа феминист қыздар онымен келісуі мүмкін, себебі феминистік ұйым мен айтқан бойынша өте үлкен, және де онда әртүрлі ойлар бар. Ең бастысы ол бостандық қой. Феминистік ұйымға менің өзім қатысатыным себебі мен әйелмін, и мен басқа біреуге маған қалай жүру, қалай тұрыс болуым керек, қалай сөйлеуім керек екен, қандай тамақ жеуім керектен бастап қашан далаға шығып қайда баруым туралы өзім шешкім келеді. Мені зорлағанды қаламаймын мысалға, сондықтан да мен феминистік движениеға қосыламын. Феминист не обязательно тұр, мысалға жай Нет, темалар ғой, мысалға сен жоқ достарыңмен далаға шықпайсың десең ше, иә. сен айтасың ғой жоқ мен феминисткамын, маған сен олай сөйлеуге құқығым Мен жоқ деп. шын мәнінде біріншіден сұрайтын едім неге. Мысалға, егер ол мен туралы ойлап тұратын болса, мен оны түсініп тыңдайтын едім, бірақ та өз шешімді өзім қабылдайтын едім сол туралы. Ол әртүрлі болады. Мысалға менің әкем маған сен далаға шықпайтын десе, мен шықпаймын. Не істеймін енді? Әкем маған сөйтіп айтып тұрса, мен қалай жоқ деп айтамын ба? Мысалға мен ағаларыммен бірге бір жаққа баратын болсам, мысалға ама үйіме қонаққа келемін ғой, мен әрқашанда ағаларыммен жүремін, ағаларымнан сұранамын, мен мына жаққа барып келейін деп жатырмын. Мен бір жаққа баратын болсам, олар маған айтады, қай жаққа барасың, айта сал, біз біліп отырайық деген сияқты. Кіммен кездесесің, құрбыңа бара жатсың ба деген сияқты. Өздері апарып, өздері алып келеді деген сияқты. Ол қамқорлық болып саналады менің ойымша. Ол саған бірақ ағаларың болса қамқорлықта, бірақ жігітің болса это уже жоқ. Жігітім болса дегенде, менің партнерім қалай қазақша айтады? Жолдас. Менің жолдасым маған айтатын болса, сен шықпайсың, себебі мен өйтіп ойлаймын, себебі мен шыққым келіп тұратын болса, типа, егер оның қамқорлығы тек маған қарайтын болса, а мен оған ештеңе айта алмайтын болсам, мен келіспес едім. Себебі мен өзім білемін, өзім басым мойнымда бар. Қалай айтылады қазақша ғой? Мойным басында. Басым мойнымда бар, өзім шеше аламын, бірақ та егер ол менің жолдасым болғандықтан мен оны естимін, бірақ ол айтты деп тек оның ғана айтқанымен жүре бермеймін. Өз ойым бар деген сияқты. Сен не істейтін едің, егер саған жолдасым? Мен вообще феминистке жатпаймын, мне кажется. Мужчина, еркек, ол әрдайым өзінен бір сәт үстіге тұрады. Сен оны енді андай емес та, мысалға жоқ сен шықпайсың өйткені я так захотел десе, ол мысалы болмайды. Мысалы айтса вот Аружан мен уайымдап тұрмын, да там солай болса, бірақ та әртүрлі болады ғой уайым, сол проблема. Себебі кейбір отбасылар болады, сен үйленесің мысалға адамға, иә, ал ол үйленгеннен кейін қамқорлығын манипуляция арқылы не істейтін болса, ол өзің қамқормын деп ойлап манипуляцияға келетін болса, сен қалай істейсің? Мысалға ол әртүрлі ғой. Мысалға білмеймін, маған андай ұнайды да, еркек адамның артында жүрген. Когда себя өзіңді шынымен де қыз санайсың, артында жүресің, все жақсы, андай проблемалар болып қалса сен мен әйелмін, мен бүйтіп шешемін деп тұра бермейсің да, сандайсың там реши мою проблему и все, один звонок и все. Сен басыңды ауыртпайсың, сенің жаңағы білмеймін, это может қазір дұрыс емес естіп тұрмын, мен забота менің, это как тамағымды істеп келемін, постираю, мен қыдырып келемін, балаларыма қараймын. Все, мысалға біз айтамыз ғой, вот біз әйеліміз, біз наны істемей, біз машина жүргіземіз, біз әкімшілікте отырмыз. Окей. Бірақ когда еркектің көмегі керек болса, мысалға, ол отбасының ішінде, егер сен отбасың, ол күйеуің болса. Күйеуің болмаса да, мысалға. Отбасың болса. Сенің машинаң сынып қалды, сен не істейсің? Енді сен механикқа звондайсың, айтасың, ол механик әйел болуы мүмкін. Мужчина жоқ. Нет, әйел де болуы мүмкін.
болуы мүмкін Қазақстанда аз шығар шынымен де, бірақ та басқа елдерде де менің ойымша ондай бізден қатты дамыған елдерде әйелдердің көп сияқты. Шынымен де әйел бола алады ғой механик, бола алмайды деп айта алмаймын, себебі қол бар, миы бар, басы бар, осы бәрін істей алатын сияқты. Мысалға сен андай өзіңнің қасында сондай адамды көресің ба? Қандай? Сен жүресің, Үлкен ол сенің қасында бүйтіп жүреді. Сен айтасың, маған все хорошо деп. Ол мысалға тоже. Это уже андай мужчина емес, еркек емес, ол басқаша көрінеді. Ол не емес қой. Мен үшін еркек деген не жоқ. Мысалы менің өзім отбасым болса, сен еркексің, сен былай ғана істеуің керек, мен әйелім, мен былай ғана істеуім керек сияқты. Сол туралы айтайық қазір. Мен сол туралы есіме түскен. Маған ол келе алмайды. Себебі мен ондай бөлінбеймін. Сен менен күшті болуың керексің, менен үлкен болуың керексің, менен ұзын болуың керексің деген сияқты ойларым да жоқ. Ондай және де білмеймін, мен үйдің үлкенімін. Мүмкін сол менің немде мүмкін басқаша шығар отбасымда. Мен үйдің үлкені болғандықтан менің еще інілерім бар. Менің әкем көп жұмыс істейді, себебі біз көппіз, ақша керек деген сияқты. Әкем көп жұмыс істейді, и маманың көмегі мен болғам. Мен көмектесем, мен диванды көтерем, мен ананы жөндеймін, мен стиралканы жөндеймін, мен свет болса тұрамын, жындықса барамын, шықылап. Соның бәрін мен істеймін. Хотя біз шақыра алатын, негізі шақыруға да болады, бірақ өзің істеп саған жеңілірек. Сол сияқты еркектің мен түсінбеймін, маған түсініксіз не істеу керек екен. Себебі бүкіл қиын еркектің жұмыстарын үйде мен істеймін. Бүкіл әйелдің жұмыстарын сен көрдің ба? Бұл жүктің бәрін өзіңе артып алып жатсың. Маған қиын емес. Саған қиын емес, бірақ сен соның ішінде өзіңнің әйелдік қасиеттерің жоғалып жатыр. Мысалға, сен күйеуің отырып, мен шаршап тұрмын, анау люстраны істей салшы десе, сен өзім ақ істей берем, мен өзім мынаны істей салам, мен ананы да өзім істей салам. Мен ондай уақытта маған күйеу зачем? Вопрос. Если менің еркегімнің бүкіл қолынан істейтін затының бәрі сонымен аяқталатын болса, маған ананы көтеріп беріп, мынаған әкеп беріп, мүмкін общество дейді ғой. Айта берші. Қоғамның ойындағы еркек адамның жұмыстары ол бір нәрсені жөндеу, бір нәрсені әкеп беру, ақша алып келу керек болса, маған ондай күйеу керек емес. Маған өзім сүйетін жарым керек адам, мен оны жақсы көремін, ол мені жақсы көреді, біз екеуміз отбасы құрамыз. Маған сол маңыздырақ. Ал бұл мен өзім ақ жасай аламын, ол да жасай алады. Біз екеуміз, бұл уже быт, бұл уже басқа мен үшін. Бұл менің отбасыма мүмкін келмейтін шығар. Мүмкін біз өте бай болады шығар. Жоқ, мысалға, былай қарап тұрсаң, әйелдер көбінесе андай мен өзім деп өзіне көп ала беретін әйелдер неге ұшырайды? Олар ұрсады. Мысалға, ұрсады емес, енді уже еркек адамды басына шығарып алады. Сен уже өзің істейсің, бар да өзің істей сал. Неге сен аласың? Ол махаббат қой. Сен көмектесесің, сен өзіңнің, мысалы, күйеуіңе қамқорлықты көрсетесің ғой бір нәрсемен көмектескен кезде. Сол туралы ғой. Ал саған қандай қамқорлық көрсетеді? Ол маған басқа қамқорлық көрсетеді. Ол сені жай жақсы көреді, сол қамқорлықты? Білмеймін. Мен әлі күйеуім жоқ, мен білмеймін. Жоқ, мен де күйеу жоқ. Мен түсінбеймін күйеуім не істейтінімді. Мүмкін менде күйеу де болмайтын шығар. Жоқ, мысалға, чисто өзімнің ойым, всегда еркек адам көмектесу. Даже әркім өз орнын білу керек и все. Жақсы. Мен білмеймін не дейтінімді, мен түсінбеймін ер адамдармен не істейтінін, так что. Мысалға, даже кетіп барсаң қазір күйеуің емес, даже жігітің болсаң, это если сен пакет ұстап баратсаң, и он такой, типа, әкел, мен станет уже. Даже если он так не скажет, мен шынымды айтамын, если жоқ, мен үйге баратам да, например, мен бір ер адаммен келе жатырмын, и қолымда үлкен пакет, и ол даже өзінің айтпаса, мысалы, әкел алайын деп ішіне айтпаса, мен үйге барып қыздарға айтатын едім, мысалға. Ол андай біртүрлі адам екен. Еркек жоқ екен. Еркек несі жоқ екен, ол уже қызық. Red flag. Дәстүр туралы айтыпаттық қой. Не айтсам? Тиіс тастаймыз ба түбін? Вот,
как раз таки жаңағы айтып өткеніміз екеуміздің неміз бар емес па, недавно кино шықты, қарадың ба? Ұялам. Да. Сол кезде әйел тоже, бірақ ол жерде шыдамдылығы жоқ болды әйелдің ол кезде. Шыдамдылығы сен көрдің бе? Иә. Қалай шыдамдылығы жоқ? Анда, ну как, әйелі жаңа үйге қонысқа өзінің үйі болған қалады, а күйеуі таксист болды. Таксист болып жұмыс істейді, жаңағы сосын бар олар 4 баласы бар, көп балалы отбасы. Біреуден естіп алады, жаңағы біз қазір заңды түрде ажырасып кетсек, мен 4 балалы жалғыз басты анамын, маған үй береді үкімет деп. Жаңағы олар достардың арасында 5 адам, ұлдың достарының арасында олар айтады. Әркімде үй бар, жаңағылардың ғана үйлері жоқ. И ол әйелі қатты намыстыға тоған. Тек қана намыста емес, бұландай менің өзім үйім жоқ деп жаңағы ажырасып кетіп үйді аламыз дейді. Сол жерде бір коуч болады, айтатын мен үй ала аламын деп, үй алып бере аламын деп саған. Қарекет қорымен үй алып береді соңында. 4 баласы жаңағы, бірақ әйел соңында уже андай неместі, мен күйеуіне айтып жүрді, қайта екеуі ұрсады, мен үй алам, мен жаңағы барлық болып отқан ситуация. Но мен бәрібір қалай да болса үй алам деп айтты күйеуіне. Бірақ соңына келген кезде жаңағы қарекет қоры ақша жинап, бәрі кілтті беріп жатқан кезде ол үйді алмады. Өйткені қасында жаңағы күйеуі жоқ. И андай, ол уже басқаша үйді, мысалға, сен күйеумен бірге көтеріліп барып үй алсаң, ол басқа. Ауадан келген үй алсаң, ол басқа. Мысалға, ырысты бала қарайсың ба? Есть әйел, ырысты бала деген. Ол андай отбасыларға төмен көмек берсе ма? Көмек береді. Әркіміне үй алып береді. Үйдің ішіндегі полностью жаңа ремонт, су жаңа ремонт, ішінде посуда, бәрін береді. Бірақ кеше емес, бір 5-6 күн бұрын шығар, андай видео жіберді да, жаңағы үй берген, бірақ үйдің бәрін дәл солай шыртып жүрген, быт-шытын шығарған ана үйді. Сау жер жоқ еді уже. Өзінің еңбегімен алмағандықтан. Ұялам, мен естігенім не туралы? Бағана бізге айтқан. Менің естігенім кинодағы әйел адам өзінің зорлық-зомбылыққа, отбасы ішіндегі зорлық-зомбылыққа зорлық-зомбылықпен кездестім деп айтады. Алдап барлығын. Бәрін алдайды. Сол туралы шын мәнінде көбі зорлық-зомбылық туралы айтқан кезде адамды, мысалы, еркекті өтірік алдады деп айтады да. Ол мысалға, ол зорламады, бірақ оны ақша үшін, хайп үшін, внимание үшін, сол үшін оны жаман жерінен көрсеткісі келген үшін солай алдады деген сияқты көп негізінде ойлар бар. Шын мәнінде, менің ойымша, зорлық-зомбылық өте көп біздің елімізде. Зорлық-зомбылықтың өзі емес те, тек домогательство, қызға тиісу, оның денесін ұстау дегеннен бастап, ешкім сұрамай денесін ұстап кеткен. Алдыңғы жылғы кеудесін ұстап алған еркекше, Алматыда ма, хат шықты ғой интернетке, кеудесінен ұстап алғаны. Соның өзі домогательство, бір кіс деп айтатын бәлелер бар, сол мектептегі балалар юбкасының көтерілетін бастап, соның бәрі осындай зорлық-зомбылықтың негізінде алып келеді. Себебі осындай басында кішкентай бір жағынан қарағанда маңызды емес нәрселерді сен жаман нәрсемен шақырып тұр, айтып тұр, сен оны тыңдамай кетіп қаласың. Бірақ та ол адам өзін құдай деп сезіне бастайды. Оған ешкім тоқтап етіп істеуге болмайды деп айтпайды да, достары да тоқтатпайды, өзі де тоқтамайды. Бір кезде осындай зорлық-зомбылыққа алып келетін сияқты. Ең басынан под корень чего болмасаң деген. Менің ойымша триллионы қатты көтеріп тастаған, мысалға, менің жан жағымдағы адамдар болсын, қыздар болсын, ондай ситуацияларға түспеген. И
саған мен қарауым бойынша да андай аз сияқты андай қыздар қайта қайта айта береді, мен өйтті, мені бүйтті. Может, мен қазір ерлердің арасындағы, ну как, соларға болысып тұрған сияқты көрінетін шығар, бірақ шынымен де менің ойым сондай. Мысалға сен мысалға сенің ойың ғой, внимание сен- аударасың ба андай әдемі декольте киіп бара жатқан қызға, и ну прям андай ашық киініп тұр, и сен по-любому оған внимание аударасың, иә? ол внимание не ғой, әдемі адам үшін ғой. Ол біз үшін әдемі көрінеді, себебі біздің қоғам оны әдемі санайды. Иә, ұзын аяқты, ұзын бойлы, там выбритый, короче. Денесінде шашы жоқ, не то что лысый, типа керек емес жерлерінде қоғамның ойынша шашы жоқ, там шашы ұзын, там қыздар андай ухоженный қыздарға қоғам әдемі болып санағандықтан, бізде қоғамның бөлшегі болғандықтан әдемі болып санаймыз, сондықтан қараймыз. Бірақ та ол қызға тиісу, ол сен былай киінбеуің керексің, сен жабынып киінуің керексің, сен былай жүруің керексің, былай сөйлеу керексің, былай тұру керексің деген, ол уже қызға тиісу болып саналады менің ойымша. Ол, иә, мысалға, ладно, тиіспейікші, бірақ көзбен қарайды, көзбен шешіндіреді деген қыздар да болады. Это көзбен қарайды, әртүрлі болады. Мысалы, саған адам бүйтіп қарайды да өтіп кетеді. Ну просто саған қарады, ол әдемі екен деп ойлайды, өтіп кетеді. А кейбір адамдар қарайды, прям неприятно қарауы мүмкін. Значит, олай киінбеу керек. Олай киінбеу керек, не работает. Жоқ, мысалға, андай ол адамның бостандығы ғой. Оның бостандығы, оның шешімі. Егер қыз қорықпаса, пожалуйста, киініңдер. Вот именно, қыздар қорқады киінуге. А ол болмау керек. Себебі ол тыржаңаш жүрсе де оған ешкім сөйлеп, сен былай киініп жүрсің, былай істеме деген сияқты айтуға болмайды. Я мүмкін ол тыржаңаш жүрген, тыржаңаш жүрген қыз есінен ауысқан шығар, бірақ біз оған ештеңе істей алмаймыз. Ол біздің қақымыз жоқ, оны зорлауға, төпелеуге, тиісуге, ұстауға деген сияқты. Ол уже қыздың құқығы. Я біртүрлі, бірақ құқығы. Ол қаншалықты тыржаңаш болғанымен біз оған ештеңе дей алмаймыз. Неліктен қазір зорлап жатыр? 15-14 жасар қыздар қазір неше 2008-дер күйеуге шығып жатыр. Мысалы, былай қарап тұрсаң андай, қазір біз вот үлкен қызбын, мен 18-демін. Бывает көйлекесің, но андай поведение қыздың өзін қалай ұстайды, если қыз өзі ыржалаңдап. Ол дозволенность. Орысша айта берейін. Дозволенность — это когда еркек адам ойлайды, сен былай өзіңді ұстасаң, мен сені қолдана аламын, сен маған затсың, сен адам емессің деген ой ғой. Егер қыз былай киініп тұрса, мен оны зорлай аламын. Ол там инабатты қызға ұқсамайды, сондықтан мен оны зорлай аламын деген сияқты ой ғой. Ал ондай ой болмау керек. Қыз бірінші орында, қыз болған бірінші орында адам. Оның өзінің құқығы бар, оның өзінің денесі бар. Ол қаншалықты қалай киініп, қалай өзін ұстап тұрғанымен сен оны зорлай алмайсың. Мысалға, кішкентай балалармен көп, шын мәнінде мен үшін ең біртүрлісі үлкен ер адамдардың кішкентай қыздарға деген симпатиясы. Үлкен кісілер, 30-ға келген кісілер көп, менің тәтем бар, менің құрбыларым бар, өте сұлу. Оларға жазады. Жас болғанмен, 16 жастағы мен құрбым бар, оған жазады. Үлкен кісілер, үлкен ер адамдар. Олар ойлайды, егер сен былай өзіңді суретке түсіретін болсаң, былай киінетін болсаң, саған болады деген сияқты. Вот сен адам емессің деген сияқты. Адам емес. Вот қыз өзін қалай? Ол қыздың кінәсі емес қой. Мысалға, мынандай юбка киіп келді, үстінде мынандай топ келіп сөйлеп айтып тұрған сөзі, деп бүйтіп сөйлесетін қызға, конечно. Мен еркек болсам, мен де айтатын едім, мен қалай кінәсі емес. Ол кінәсі емес. Жабынып жүріп, жабынып емес, даже общениесі түзу болу керек та. Ол мысалға, үйдеп бүйтіп сөйлеп, қайта майысып, өзі еркекке жабысып, ең соңында жаңағы ер адамды кінәлі қылатын болса, мне кажется, это уже ер адамның кінәсі. Ол ер адамның кінәсі. Себебі ер адам өзіне қызға тиісуге рұқсат етеді. Ол қыздың қай кінәсі бар? Ол солай киінгенінде кінәсі ма? Сөйлесу мәнері, киінуі, ладно. Өзі тиісіп тұрады да,
мысалға қазір кәмелетке қалай толмаған. тиісуге болады? Сен оны ол қыз ұлды зорлап тұрған жоқ қой, ол қызды зорлап тұр ғой. Ол оны ұстап алып байлап, мен қазір сені зорлайын деп жатқан Жоқ. қыз емес қой. Ол ұл ғой зорлап тұрған. Өйткені невозможно, это табиғи түрде Табиғи мүмкін ондай емес. болады. Егер сен Жоқ. адам болсаң, егер сен миың болса, мен адамдарды зорлап жүрген жоқпын ғой, менің табиғатым бар деп. Неге ер адамдар Сен өздерін ұстай табиғатың алмайды? жоқ та, сен түсінесің ба? Қалай? А как они будут? Как Неге нам сказать, что адам- қыз ерді зорлайды, если недостоинство, Не тұра айтайын деп отырсың, сен отқан жоқсың. ну если, блядь, уберите этот звук на 100%. Нет, тоқта, сен тек ер адамдар қыздарды зорлай алады деп тұрсың ба? Ер адамда, нет, Тек ер адамда... Тоқта. сен солай айтып тұрсың ғой, ер адамда Жоқ. ғана бар, ол зорлай алады деп. Жоқ, мен айтып менің тұрмын. ойым басқа да. Жоқ, сен мені түсінген жоқсың. Менің ойымша, қыз қаншалықты өзін қоғамның мүмкін ойынша инабатты ұстамаса да, ешқандай ер адамда ол сен осылай киініп тұрсың, сондықтан мен сені зорламын деп айта алмайды. Ал бұл оправданияны көбінесе қолданады любой адамға. Сен уалитаны білесің ба? Уалита деген сөздің мағынасын. Уалита, нимфетка деген сөз бар. Соның мағынасы ол одноименный Набоковтың Уалита деген кітабында зорлық бар. Ол педофил бар. Ол педофил айтады, сен нимфеткасың, кішкентай қыз ғой, кішкентай қыз зорлайды да, ол нимфетка, ол өзін былай ұстайды, ол маған күліп тұр, ол маған қарап тұр, ол менің қолымнан ұстап тұр, сондықтан мен оны зорладым деп тұр. Оған өзіне оправдание тауып тұр. Демонизация с помощью определенного, демонизация с помощью определенного слова. Например, шлюха деген сөздің өзі демонизация болып табылады. Себебі егер адам сондай жұмыспен айналысатын болса, мен оны зорлауға қақым бар деген сияқты. Ойды келтіреді адамдарға. Себебі оправдание сияқты. Зорлық, себебі сен қандай болады? Неліктен зорлық өйткені оның жұмысы? Ол жұмыс адам құқығына қайшы. Түсінесің бе? Адам өз денесін сата алмайды. Неге ол ондай жерге барып тұр? Ақша төлеп тұр. Неге оған ақша керек болып тұр? Себебі ода ақша жоқ. Ода мүмкін отбасында зорлық болған шығар. Ол психологически уязвимый адам в большинстве случаев. Сен өзің сатар ма едің? Сата алмайсың. Себебі саған жаман болады. Сен өзің жаман сезінесің. Өзгелеріңді сата алмайсың ғой сен. Мысалы сен өзгелеріңді сата аласың ба? Жоқ. Себебі сен отбасыда туылғансың, сенің отбасыда, толық отбасыда, қамқор отбасыда, сені ұрмаған, зорламаған, саған қатыгездік көрсетпеген отбасыда туылғансың. Себебі сенің ақшалай ақшаң бар, саған онша ақша керек жоқ деген сияқты. Сенің мысалға отбасың саған қалдырып кеткен қарызың жоқ деген сияқты. Ал осындай профессияға келетін қыздардың бәрі, профессия деп санауға болмайды негізінде, бірақ та осы профессияға келетін қыздардың бәрі финансово, психологически и физически уязвимые. Понимаешь? И ты по сути пользуешься человеком, который находится в финансово уязвимом состоянии. Жоқ, неліктен ол барып пол сүртпейді? Мүмкін сүртетін шығар. Жоқ, ол айтып тұрмын ғой, ол психологически ол жеңіл ақшада просто. Ол да оны саған қаншалықты жеңіл болады енді осындаймен айналысқан. Себебі сен психологически сау адам болғандықтан мүмкін саған түсініксіз жоқ. Бірақ менің ойымша денені сату қиын. Ол сенің денең. Бірақ ол оған барып тұр ғой. Ол мысалға барып тұр, бірақ ол ночной сменаға барсын, анда былай сменаға барсын, жұмыс істесін, 2 жұмыс істесін, талмай. Ол сол ақшаны табар еді, бірақ бір айда істеген табар еді. Ар жаққа барсан, 1-2 рет, и ол ақшаны саған былай беріп тұр. И әрине оған жеңілірек ар жаққа барып істей салу, чем мана түні бойы пол сүрткенше. Видишь, и ол кезде зорлық деген болмайды. Ол өзі беріп тұр. Ол өзі беріп тұр. Ол қалай беріп тұр, сен оған ақша беріп тұрсаң. Сен оған ақша төлейсің, как будто бы сен оны сатып ала алатындай. Ана қызды сатып жіберді ғой, фильм дәстүрдегі. Қызды сатып жіберді. Ал әкесі қаншалықты оны сата алады негізінде. Менің ойымша, әйел адам сату ол мал емес қой, сен оны мен саған ақша, мен сенің қызыңды алып кетемін дейтін. Қалың мал. Қалың мал. Сен оның отбасыға деген қамқорлығыңды сен ақшам бар деген сияқты көрсетесің ғой, ол дәстүр ғой.
ол қалыңмал, мен сенің қызыңды зорладым, Жаңағыда ақшаны алып дәстүр бәйгеден алып кет деген сияқты емес қой. Қалыңмал ол дәстүрде скорее прикрытие, чтобы не говорить, что ты покупаешь человека. Это по сути рабство. Ну, то, что я говорю, то, что женщина говорит, что ты можешь меня насиловать, не значит, что ты можешь ее насиловать. Если она выглядит так, как ты, как будто бы считаешь, что общество считает, что ее можно насиловать, не значит, что ты ее можешь насиловать, прикасаться к ней и тому подобное. Ну, типа активное согласие. Нужно активное согласие. А чтобы нужно было активное согласие, девушка, ваш партнер, в принципе, должен быть психологически здоровым. Он не должен быть в такой ситуации, которая вам не может отказать. Типа вы не можете там... Короче, ладно, опустим этот момент. Но зорлық-зомбылық туралы менің ойымша ешбір зорлықты, ешбір әйел адамның жасаған зорлығын әйел адам мен ер адамның қалай тұрғаны, күлгені, қалай өзін көрсеткені маңызды емес. Астарлы қадын Басынан тоқта. Менің ойымша қаншалықты әйел де ер адамда, мысалы ер адамдарды да зорлайды ғой, Қазақстанда ондай бар. Уайымдамаңдар, бәрін зорлайды еркектер біздің елімізде. Апаларды да зорлаған, мен естіген биттерді де зорлаған, балаларды да зорлаған, зорламаған адам болды. Она против мужчин. Я люблю только женщин. Мужчинам мне не нравится насильники. Ну, шын мәнінде Сен оны көп оқып алғансың, сен интернеттен көп қаралғансың, и тебе андай да, мужик десе, ойбай, сен там насильщик, ойбай, сен өйтеді. Мен ойламаймын, әрбір еркек зорлайтын адам. Ну, әрбір еркек, не от природы. Ер адам адамды зорлайды не от того, что не табиғаты сондай болғандықтан емес. Ер адам адамдарды, бүкіл адамдарды зорлыққа келеді. Табиғаты ондай болғандықтан емес, оның ойынша қоғам оған рұқсат бергендіктен, өзінің ойынша ол маған осындай болады деген сияқты рұқсат бергендіктен. Вот пусть говорят, мысалға, қаншама қыз, даже қазіргі уақытқа ондай программаларға шықпай жатса да, 14 жасынан, 15 жасынан, 16 жасынан одандарға туып жатыр, бала туып жатыр. Шығады да, айтады, бір қыз болды астарлы қатты, или көреміз ама, айтады, вот мен бала тудым, маған әкесін тауып берін деді. Ана жерге қаншама ер адам келді. Қаяқта? Жаңа қызға, типа, мүмкін әкесі шығарсын деген. Өте көп, 14 жасар қыз. Сен ойлайсың ба, это? Ол өзі... Бұл қыздың отбасы мүмкін жақсы емес шығар. Себебі 14 жаста мен өзімді, сен өзіңді мүмкін ойламайсың. Мен мынаншама еркекпен тұрам, неге не істеймін деген сияқты. Қыз ол уже бұзылып тұр, мысалға. Бұзылғанды ол қалай бұзылады? Ол кішкентай бала ғой. Кішкентай бала, ол 14 жаста, ол даже кәмелет жасқа толмаған қызды қанша жаста ана еркектердің бар? 18-ден 27-ге дейін мысалы. Сонда қыз кінәлі болып тұр ма? Ол қалай зорлап тұр сонда? Қалай зорлап тұр? Ол бір істегеннен кейін айтпай ма? Вот мен заявление жазам, мынандай болды. Мені зорлады деп. Ол түсінбейді. Ол кішкентай бала. Ары қарай жата берген каждый еркекпен. Қайттан айтам, ол 14 жастағы кішкентай бала, ол түсінбейді оны зорлап тұрған. Үлкен еркек 27 басында уже жылы өмір бойы, 27 жыл бойы өмір сүріп келген. Енді бала деп. Мен сен кішкентай, сен 14 жастағы қыздарға қарадың ба? Типа көрдің бе 14 жастағы балаларды? Менің отбасымда бар. Қазір, олар қазір үлкен көрінгенмен, сен шынымен де қарасаң, олар өте кішкентай болып көрінеді. Сен сөйлессең, мысалға менің інілерім бар, импульсивный такой болады ғой, түсінбейді не істегісі, қалай істейтін, қалай жүретін. Ал 27 жастағы үлкен адам, ол уже 30-ға жеткен адам. Ол уже үлкен, отбасы бар, үйі бар, жұмысы бар. Ол қалай сонда кішкентай қыз мені зорлады, сонда қыз оны зорлады? Мені зорлады деген жоқ, обоюдно. Обоюдно не может быть обоюдно, если это педофилия.
Как это не может быть? Не может быть. Ол Ей айтады, 14. давай дейді, ауылсын 14. давай. Окей, там екеуі екі жақтан окей, бәрі Сен бір-бірімен ойыңша неге? келісінді. Бірақ почему-то приводит к тому, то, что ол зорлады, мынау бишара деп. Ол Зорла- сондай бишара болғысы Жертва. келмесе, жертва болғысы келмесе, ол жоқ дейді да мамасына барып айтады. Ол түсінбейді. Біріншіден біз қайталап айтамыз, ол 14 жастағы кішкентай бала. Ол түсінбейді оны. Ол өмір бойы Қазіргі түсінбеуі балалар мүмкін. бала емес, мен ондай айтады, ол бала не Ол қазір- бала бәрібір бала. Ол қаншалықты біздің жасымызға қарағанда, біз ондай жаста қарағанда ақылдырақ, бізден гөрі көп білетін болса да, ол бәрібір бала болып қалады. Себебі ол кішкентай 14 жастағы бала, ол түсінбейді, ол білмейді. Сен 18 жасында НТ тапсырып жатқанда өзің сезініп едің, түсінбей отырғанда қандай мамандыққа барамын, қалай істеймін, қалай өмір сүремін, қалай ойлаймын деген. Ол НТ-нің өзі қаншалықты стресс болады балаға, ол ондай шешім. А сен мен мына үлкен кісімен барып жатайын деп ойламайсың 14 жасыңда. Кішкентай бала қалай оны түсінеді? Кішкентай 14 жастағы бала біле ма Ол десе неге оны жатады бірінші. онда? Қалай ол жатады, оны зорлап тұрса? Зорлау деген болған. Себебі оны мүмкін түсінбейді. Ол сен кішкентай кезінде айтпадың ба, ана үлкен кісілер саған келіп компьютер беріп тұрса, барма балалармен, сен оны танымайтын болсаң, барма балалармен деп. Сол сияқты. Ол қызға ондай нәрсе айтпаған. Саған бүйтіп сенің денеңді сенен 10 жасқа үлкен кісі Он емес даже 2 жасқа үлкен болсын, Иә. никто ол саған ұстауға құқы жоқ деген сияқты, оны түсіндірмеген. Ол кішкентай бала, оның психологический несі уязвимый болып тұр. Ол түсінбейді. Ол ана еркек емес пе кінәлі? Қалай ол қыз кінәлі болады кішкентай? кісінің емес, ол жерде обоюдно болып тұр да, просто. Обоюдно боламайды. Сен айтып тұрсың ғой, ол 14-те, ол 27-те. Ол қалай обоюдно болады? Келісіммен, вот, Келісім жоқ. Кішкентай бала, 18-ге толмаған бала, сен одан 2, 3, 4, 5, 6, 10 жасқа үлкен болса, ол саған өзіңнің денесіне деген құқысын бере алмайды. Ол любой жасында бере алмайды. Двоякая ситуация, конечно. Двоякая емес. Как ол двоякий болады, егер бір адам 14-те болса, екіншісі 27-те болса. Қыз ырбыңдап тұрса, Қыз ырбыңдап уже- тұрса да оны ұстауға болмайды. Сендер вы не можете насиловать человека, даже если он как-то одет. Даже если у него надпись, он будет ходить. Мені зорлаңдар деп тұрса да зорлауға болмайды. Түсініңдер. Түсінесің ба? қыздар, просто держите себя. Ну, блин, это Қыздар кінәлі реально емес. это уже. Мен келісе алмаймын. Қыздар кінәлі емес. Қыздар кінәлі бола алмайды. Сен айтып тұрғаның бойынша зорлық жертва виновата в том, что ее насилуют. Жертва, ее не насилует, там обоюдное Нет, в принципе, согласие. любой. Там не Нет, может быть если- насилия, понимаешь? Как не может быть? Ей 14, ему 27. Да Как- даже если ол не налмаш, ол вообще Ладно, алады. вообще басқа нәрсені алмаймын. Мысалға, Қыз, 16. Мысалға алкоголь туралы көп нелер бар, когда девушки опьяняют, Да. во-первых, девушку, а потом насилуют. Почему это считается насилием? Потому что девушка не может дать Это согласие. насилие, это Ну, насилие. А почему ты думаешь, что 14-летний ребенок может дать согласие? Это трезвый отыр, мысалы мен айтамын. Трезвый, ол психологически Мектеп. уязвимый. Түсінесің ба? Мысалға, былай алайықшы, қазір көп қой. 16 және 16. 2 жасты бала Иә. сондайға барады. Из-за чего жаңағы там жүкті болып қалса да, Иә. ал ол кезде кім кінәлі? Ол кезде мен шын мәнінде білмеймін. Вот, Себебі ол видишь? екеуі де бала. Бірақ когда біреу бала, екіншісі үлкен кісі болатын болса, одан 3-4 жасқа үлкен, мен оны санай алмаймын. Кеше ғана вот кім айтты? Зорлық деп Больницада не болды? Не? Бір маманы, баласымен жатқан маманы, санаймын. 14 жасар баланы зорлаған. А что? Почему? Әлі доказательство жоқ па? Ондай әлі ештеңе жоқ. Нет, шын мәнінде. Қарашы, ол үлкен, например, қара, алайық, 45 жастағы әйелді алайық, иә? И там 17 жастағы, там 19 жастағы жігітті алайық, иә? Егер 19 жастағы жігіт 45 жастағы әйелді зорлайтын болса, білмей тұрып та, просто оның рұқсатын алмай зорлайтын болса, ол зорлық болып саналады.
рұқсатын алмай, көріп тұрсың ба? Ол Бұл жерде былай Ал ситуация онда 14 жастағы қыз туралы айтып жатырмыз. алмай, сен рұқсатын алмай, иә сен алмайсың, мен сенің телефоныңды рұқсатсыз қазір ала алмаймын. Иә. Но сен қазір андай дозволено болса маған, мысалы мен айтамын, біз екеуміз подругамыз, иә, вот жақын. И мен сен любой кезде телефонды алып тұра аламын. Рұқсат беремін. Иә. Себебі ол сен менің жақынымсың. жаңағы- Бірақ та басқа, когда это Біз мысалға 2 жыл жүрміз, сен менің жігітімсің, Иә. мен сен қызымын, жаңағы сен подругам болса, мен сен телефонды ала аламын. И мен екеуміз 3 жыл жүріп жүрік, мен айтамын, бірақ екеуміздің жасымыз 18-де болсын, там 17-де болсын. Мен ол уже телефон ғой. ол телефон емес, уже басқа не туралы ситуация. айтасың? Вот құрбымыз болса телефон, иә? Иә. Басқа ситуация болса уже телефон. Тоқта. Екеуміз құрбымыз. Сен менің телефонымды аласың, себебі мен саған рұқсатымды беремін, себебі я и без этого не знаю. Мен сен айтпасаң да мен оны аламын. Өйткені мен біліп тұрмын, сен мен себебі ол дене емес. Пока қырылып қаламын. Әлі 21 минут қалды. Әлі айта аламыз. Жарайды, сіз жалғасыңыз. Тоқташы. Не, тоқта, соңын айтайық, соңын қорытынға келейік, біз не түсіндік. Әркімнің ойы әртүрлі. Әркімнің ойы әртүрлі, бірақ ешкімді зорлауға болмайды. Сіздер, егер де сіз 18 жасқа толмаған қыз болсаңыз, ұл болсаңыз, сізге үлкен кісі какой-либо отношение предлагает человек старше вас, и вы являетесь человеком, еще не достигшимся 18 лет, можете заявить в полицию как педофил. Қыздар, құрметті қыздар, осы подкасттың соңына жеткен. Сіздер... Тоқта, ананы айтуға болмайды ғой орысшаға. Болды ғой, айтып тастадың ғой. Тағы да басынан айтайықшы, соңын келтірейікші. Сейчас тут, короче, андай пучик дейді да, былай камера бітіп хоп-хоп дейміз да, біз, короче, такие, короче, вот қорытындылай келе, ешкімді зорлауға болмайды. Бірақ әркіміздің өз ойымыз бар. Аружанның ойынша, вот Аружан можешь сказать айта беруге. Менің ойымша, егер де бала, адам, кәмелет жасқа толмаса, онымен үлкен кісі қарым-қатынасқа тұра алмайды. Және де егер де қыз бала, қаншалықты ол сіздің ойынша инабатты емес, әдемі, қаншалықты ашық киінгенімен, қаншалықты ашық қатты боянғанымен, қаншалықты сізге жабысып жатса да, оны зорлауға болмайды. Егер әйел адам опинионный состояние болса, егер ол ішімдікке не істелінген? Егер де әйел адам ішімдікке ішіп келсе де, егер сіз әйел адамды ішіп жатқан арақ пен миы аудар, опинионный состояние. Трезвый емес. Трезвый емес, қазақша қалай? Иә. Ой, а вы здесь, что ли? Как давно это стоит? С того момента, как мы деремся. Мы долго деремся. Быстрее да. Мас. Егер әйел адам, любой адам, егер адам мас болатын болса, сіз олмен ешқандай қарым-қатынаста бола алмайсыз. Және де адамды зорлауға құқығы жоқ. Менің ойым былай болып келеді. Құрметті әйел қауымы, қыздар, кішкентай қыздар, 18 жасқа толмаған қыздар, қазірден бастап өздеріңізге қарап жүріңіздер. Себебі әртүрлі ерлер бар. Сіздер қысқа киініп шықсаңыз, өзіңіздің андай жеңіл жүрісті қыз екеніңізді білдіріп қойсаңыз, болды. Ол еркек өз-өзін ұстай алмайды. Ол ұстай алмаса да, сіздің кінәңіз жоқ. Әртүрлі еркектер болуы. Әртүрлі еркек болғаны сіздің кінәлі деп санауға болмайды. Қаншалықты тұржаңаш жүгірсеңіздер де, ол сіздердің қақыларыңыз, сізді ешкім зорлауға қақы жоқ. Жоқ, Аружан. Жоқ қақы. Сен ойлайсың ба, егер адам тұржаңаш жүгіретін болса, оны зорлауға болады деп? Енді ұстап алып зорламайды ғой. Зорлайды ғой. Жоқ, сен отношениеда болады сен андай отношениеда болатын болсаңыздар да сізді зорлауға болмайды, сіз қаламасаңыз болмайды.
сен көшеде кетіп бара жатсаң иә Иә. көйлек киіп алдың артынан Иә. біреу шығып зорлап кете ме сол жерде жоқ Зорлап кетуі мүмкін, зорлап кете алмайды ол сені ол зорлап кете алады, Зорлап бірақ кете та ол алмайды. қоғаммен біздің елімізде заңсыз болып саналады. ей сен қалай олардың кінәлі емес сен олай жүгіріп бара жатып сен зорлап кетпейді ғой дұрыс па Жүгіріп барып сен ешкім жаныңа зорламайды. жүгір былай жүгір сен клубта барып өзің ішіп мас болып еркектерге жабысып тұрсаң Ол кезде сіз Қалай зорлап жатсаңыз, оларсың? сіздің кінәңіз бар шын мәнінде. Егер сіз зорлап вот жатсаңыз, ер адам. видишь вот Нет, вот сен түсінген жоқсың. Сен вообще вот. қазір вообще түсінген жоқсың. Түсінесің ба? Егер әйел адам мас күйінде ер адамды зорлайтын болса, ал ер адам мас күйінде сол... емес ол уже андай қыздар бар емес пе мышление же Это не значит, что если... Нет, спать с человеком, адам мен адамда қарым-қатынас болады. Ну, я красная вся уже. она не понимает что зорлық зомбылық это не с небес андай нәрсе емес та ол Ты путаешь. Если человек может дать согласие не в опьяненном состоянии, он вам дает согласие. окей тогда все Тогда окей это все окей. Если они оба человека старше 18, если это человек, неважно кто это, женщина или Мне мужчина, кажется, это всё пользуется утрированная другим фигня. человеком. Нет, по-моему, запутались просто, друг друга не понимают. это просто слишком утрировано то что Что утрировано? Что людей То, насилуют? что- Ты не веришь, Нет, что людей қыздар- насилуют? қыздарға тимеңдер ұлдар во всем виноваты Удар не во всем виноват. Во всем виновато общество. Понимаешь? мы же не можем всегда винить общество мысалға Не мен можем ақша всегда винить общество. Мысалы, Все, что у мен- нас есть, это вина общества. мысалға менің ақшам болмаса мен айтамын ғой общество кінәлі өйткені мен ақшам жоқ Это мен уже айта алмаймын позиция ғой. жертвы. Но это уже позиция жертвы, когда ты обвиняешь Нет. что-то, будто бы ты не имеешь над своим телом, над своей жизнью контроля. Но все равно я считаю, что нельзя говорить, что нет насилия у нас в стране апа мы сейчас подеремся над женщинами. Мы что-то очень много рассказали. а мы до конца вот эту тему Қазақша. дрались Я не істеп отходим, біз көп сөйледік. Вообще, вот так и мен теріле кеттім. Мы еще даже не до конца решили, кто прав, кто не ну прав. апа вот Скажи, скажите кто вот прав. чисто ваш взгляд на ты подожди я буду говорить мысалға вот девушка есть да ей допустим 16 лет а мальчику 18 девочка ведет себя ну Неподобающе по мнению нет, общества. жеңіл жыртық қыз сияқты андай ведет а там общается у нее короткая юбка и қайтада ха-ха-ха деп мысқылдап тиісіп тұр Иә. а одан кейін так получается что Он у зорлап них- кетеді. зорлап кетпейді у них происходит акт но после чего девочка идет и говорит мені зорлады деп она Егер- может так говорить подожди она может так говорить что оны зорлады если она сама ол уже өзі андай қыз болып тұрса да жеңіл жүрісті там ұлдармен жүретін көтін ашып жүретін там не знаю декольте свое всем показывает инстаграм ведет себя вот открыто там неше түрлі фотоласады это как это считается Это же не она считается. считает, что в любом случае это зорлық зомбылық. Нет, Это если значит, она мужчина говорит, тебя что зорлает. если она говорит, что ее насилуют, неважно, как она выглядит, значит, это насилие. Не может человек говорить, что его не насилуют. В любом случае, это уже правоохранительные органы келесін айтасың. Она меня обвиняет в том, что я ее насилую. У меня есть доказательства, что это неправда. Там Нам что, мои теперь слова каждый есть. мужчина вот так подходит к телефону? Ну, если обвиняют... Скажи, Нет, пожалуйста. Нет, если тебя обвиняют, не каждого же второго мужчину обвиняют в том, что они насильники. Ну да. Но если человек... Вот как вы так себя считаете? ведет. Жаңағы мен айтқан. Если она говорит... Слишком наше общество патриархально настроено и всегда винят жертву. Жертва виновата. А жертва, кстати, не всякая жертва пойдет и скажет, что ты считаешь, что это не так просто. Человек, который подвергся сексуализированному насилию, он не может просто пойти в наше общество, пойти и сказать. Ну как раз таки сейчас все могут. Ну, помнишь, ана қыз бар ғой, зорлап кеткен интернетке шықты ғой. Для того, чтобы признать, что тебя это насилует,
Это надо иметь очень большую силу воли. Потому что все знают, что пойду, и все потом не будут тыкать и говорить. А сколько времени? Дәстүр. Уже Уже всё. Давайте вам надо попрощаться и сказать, что подписывались. И Да. всё. Барлығыңызға сау. Жоқ. Подкастымыз аяқталды. Осы подкастымыз соңына келді. Кім соңына дейін қарады, өздеріңіз Ойларыңызды. Біздің біздің подкастымыз соңына келді. Осы өздеріңіздің ойларыңызды астта жазып кетулеріңізге болады. Кімді дұрыс санайсыздар, немесе өзіңіздің жеке ойларыңыз болса, бізді қолдау үшін лайктарыңызды басып кетіңіз, және осы видеоны репост жасап, көрермендеріміз көп болсын деген ойдамыз. Да. Біз айтып кетерім, біз өзіміздің ойымызды айтып жатырмыз, ол біздің ғана ойымыз, біз өз тарапымыздан ғана айтып жатырмыз. Сіздердің ойларыңыз бөлек болса, сіз шынымен де Аружан айтқандай өз ойыңызбен бөлісіп кете аласыздар. Осымен болды. Біздің подкастымыз аяқталды. Барлықтарыңызға Сау болыңыз. Там, по-моему, А что сегодня очень... была? похуй.